Сәлеметсіздер ме балалар? Қандай көркем шығарма болса да, оның негізгі мақсаты тәрбие. Ал ертегілер балалардың ой санасы мен мінез құлқын қалыптастыратын тарихи мектептің маңызды құралы. Ерте ертекен, ешкі жүні бөртекен, ертегі сөз қашан да тамашаның көркекен. Ендеше сіздердің назарларыңызға құмырсқаның қанағаты атты ертегісін ұсынамыз. Құмырсқаның қанағаты. Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануардың құрт құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатыпты. Жарты жолға келгенде ат шалдырып демалып отырса, кішкентай бір құмырсқаның дән тасып жүргенін көреді. Оны жерден көтеріп алады да алақанына салып тұрып, «Кәне құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың?» деп сұрайды. «Үйлеуіме апарамын», дейді құмырсқа. «Оны қайтесің?» «Кейінге сақтаймын». «Көп жинайсың ба?» Құмырсқа өз жайын былайша баяндайды. «Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қысты күні қаннен қаперсіз тынығып жатамын». Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастайды. «Басың неге үлкен?» «Аз сөйлеп көп ойлаймын». «Белің неге қылдырықтай?» «Қомағай емеспін». «Жылына қанша дән жейсің?» «Бір дән жеймін». «Соған қанағат етесің бе?» «Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой». Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бір дәнді салады да, құмырсқаны соған қоса қамайды. Содан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. «Бір жылдан кейін келемін, дәнің бар жейтін, қамсыз жата бер», дейді данышпан құмырсқаға ескертіп. Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып алады. Құмырсқаның өлі тірісін білмек болып қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған жалғыз дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан «Ей құмырсқа!» депті. Мұның себебін білмек ниеттен. «Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын қалдырғансың? Не себептен сонша үнемдедің?» Сонда құмырсқа былай депті. «Айтқаның дұрыс. Мен жылына бір дән жеймін. Ол рас. Ал сен болсаң, мені қорапқа салып қамап кеттің. Сыртқа шыға алмаймын. Егер сен мені қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы да бір жыл қамауда жатар едім. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлер едім». Соны ойлап қанағат еттім. Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран қалыпты. Оны қамап кеткеннің қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп, «Менің істегенім дұрыс болмапты, кешір», депті де құмырсқаны қамаудан босатып жіберген екен. Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті.